Қайырлы күн оқушылар, бізде 5-ші сынып математикасы ондық бөлшектерге келдік. Біз 743 есепті қарастырайық бүгін. Не дейді бізде сыныпта 10 ұл, 15 қыз бар дейді. Ұлдар сыныптағы барлық оқушылардың қандай бөлігін құрайды, қыздар қандай бөлігін құрайды, жауабын ондық бөлшек түрінде жаз дейді. Енді қарайық, бізде сыныпта 10 ұлымыз бар екен. Берілген жазамыз 10 ұл, 15 қыз бар дейді. Ұлдар сыныпта барлық оқушылардың қандай бөлігін құрайды дейді. Бізде қыздар мен ұлдар табуымыз керек, табу керек. Ол бөлігін табу керек. Ұлдар мен қыздар бөлігін, бөлігін табамыз. Қанша бөлігін құрайтын? Енді бізде барлығын табу үшін екеуін қосамыз. 10-ға 45, 15-ті қосамыз, 25 болады. Ұлдар қанша бөлігін құрайды дейді. Демек, біз 10 ұлымызды 25-ке барлығына бөлеміз. Қыздар қанша бөлігін құрайды дейді. 15-ті біз 25-ке бөлеміз. Қысқартуды орындаймыз. Мұнда 5-ке қысқарады, 2 мен 5 қалады, 5-тен 2. Мұнда 5-ке қысқарады, 3 пен 5 қалады, 5-тен 3. Енді бізде осы ұлдардың бөлігі, қыздардың бөлігі. Осыны бізде ондық бөлшекке айналдыр дейді. Ондық бөлшекке айналдыру үшін бізде бөлімін 10-ға 100-ге келтіріп аламыз, немесе 1000-ға. Бізде мұнда 10-ға келеді, 2-ден берсек, 2-ге көбейтсек, алымында бөлімін. Бізде бөлімінде 10 болады. Алымында 4 болады, демек 0,4-ке тең. Ал мұнда да бізде 2-ге көбейтсек, бізде 10-ға келеді, 3 пен 2-ні көбейтсек 6 болады, демек 0,6. Жауабы сонда бізде 0,4 ұл, 0,6 бөлігі қыз екен, 25 оқушының.